Сәлем баршаңызға, бүгін сіздерге құлпынайлы пирогтың рецептісін ұсынатын боламын. Бізге керекті заттар: ұн, жұмыртқа, қаймақ, қант ұнтағы, қамыр қопсытқыш және жұмсақ сары май керек болады. Ең алдымен бөлме температурасына тұрған сары майымызды, қант ұнтағымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеп болғаннан кейін жұмыртқамызды, қамыр қопсытқышты және 20% қаймағымызды салып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымызды сетадан өткізіп саламыз. Қолымызбен әдемілеп қамыр илейміз. Кіші бөлігін пищевой пеленкаға салып, орап, морозильникке салып қоямыз. Қалған бөлігін 20-30 сантиметрлік формада жайып шығамыз. Енді салмасын дайындайтын боламыз. Ол үшін сүзбемізге қантымызды және жұмыртқамызды салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Жақсылап езіп болғанымыздан кейін салмамызды салып шығамыз формамызға. Енді құлпынайлы салмамызды дайындаймыз. Ол үшін қант және крахмал қажет болады. Барлығын жақсылап езіп аламыз. Бетіне бір тегіс етіп жайып шығамыз. Енді морозильникте қатып тұрған қамырымызды бетіне үгітіп салып, 180 градуста 30-35 минутта пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, сіздерге де ұнайды деген үміттемін.